Бізде үшінші тараудың, үшінші 91-ші тақырыбы екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Бізде негізінен тараудың аты қысқаша көбейту формулалары. Яғни, мысалы біздер жақшаны жақшаға көбейткен кезде бұрын, мысалға а плюс б болсын, а минус б болсын, иә? Осындай екі жақшаны көбейткен кезде аны аға, сосын аны минус б-ға, одан кейін б-ны аға, сосын б-ны минус б-ға деп ұзақ көбейтетін еді ғой. Енді біздің тарауымыз қысқаша көбейту формулалары. Түсінді ғой? Бізде негізінен 7 формула бар. Бүгін соның біріншісін өтеміз. Яғни, бұл нені білдіреді? Мен басына жазайын. Екі өрнектің дегеніміз, мысалға, қызымен жазайын, екі өрнек керек. А менен Б болсын делік. Бізге, е? Солардың квадраттарының, яғни А-ның квадраты болсын, Б-ның квадраты болсын. Осылардың квадраттарының айырмасы, яғни азайтындысы. Яғни осылардың азайтындысы. Яғни осы формуланы біздер бүгін өтетін боламыз. Демек бізде формула мынандай. А квадрат азайту Б квадрат тең. Енді осыны табу үшін А қосылған Б деп екеуін бір рет қосамыз. Одан кейін арасында көбейту болады, білесің, А азайту Б. Яғни біздер бұрынғыдай мысалға осылай А қосу Б, А азайту Б деген сияқты не тұратын болса, екі жақша тұратын болса, оны бұрынғыдай А мен А, А мен Б, Б мен А, Б мен Б деп ұзағынан көбейтіп отырмай-ақ, біздер бірден А квадрат деп біріншісінің квадратын азайта саламыз екіншісінің квадратынан. Немесе X қосылған Y. Енді бұл жерде айырмашылық жоқ. Бірінші азайту тұра ма, бірінші қосу тұра ма, айырмашылық жоқ. Главное бізде екеуі де X болу керек, екеуі де Y болу керек. Или екеуі де 2 болса, мынау да 2 болу керек. Мынау 5 болса, мынау да 5 болу керек. Екеуі бірдей болу керек. Мына жердегі сан мен мына жердегі сан, мына жердегі сан мен мына жердегі сан бірдей болса, және де біреу азайту, біреу қосу болса. Екеуі де қосу болса болмайды. Екеуі де азайту болса болмайды. Біреу қосу, біреу азайту болса, демек сен бұны жақшаны бүйтіп ашып отырмай-ақ, бірден бірінші тұрған сан немесе әріптің квадратынан азайтып тастайсың, екінші тұрған сан немесе әріптің квадратын. Түсінді? Бізде формула осы. Яғни екі өрнектің, бұл жақта А мен Б десек болады, X пен Y десек болады, квадраттарының бірінші квадратта баласын екеуін, X пен Y немесе айырмасы. Түсінді ғой? Міндетті түрде азайту болу керек. Егер мына жер қосу болғанда, ондай болса формула болмас еді. Бізде қарап тұрсаң, есептің барлығында азайту. Түсінді ма? Енді есептерді осы формулаға қойып отырып шығарамыз. Енді бүйдекші, бізде кез келген формула, мысалға сен формуланы ұмытып қалып тұрсаң, мына жерде минус пе или плюс пе деп ойлап тұрсаң, енді формула дұрыс па жоқ па деп күмәнданып тұрсаң, онда былай істеуге болады. Давайте X пен Y-тің орнына сан қойық. Біреуінің орнына 5 қойық, біреуінің орнына 3 қойық. Сонда 5-тің квадраты азайту 3-тің квадраты делік. Ол бізде демек болу керек 5 қосылған 3. Немесе давайте азайтуды бірінші жазайын мен. 5 азайту 3, 5 қосылған 3 делік. Енді тексеріп көрейік. Шынымен де дұрыс шыға ма екен? Бізде 5-тің квадраты бізде 25, азайту 9-ның квадраты, 3-тің квадраты 9. Тең 25-тен 9 азайтсақ 16. Енді мына жағын көрейік. 5-тен 3 азайтсақ бізде 2, арасында көбейту бар. 5-ке 3 қоссақ 8. 2-ні 8 көбейтсек 16 шығады. Бізде екеуінен бірде жауап шықты. Демек формула дұрыс. Болашақта егерде бізде осындай 7 формула бар дедім ғой. Егерде формуланы ұмытып қалсаң, орнына сан қойып көресің. Дұрыс шықса, значит сенің формулаң дұрыс. Түсінді ғой? Енді есептерге өтейік. Мен мыналардың саған кейбіреулерін көрсетейін. Менде бұлай 30 есеп бар. Мен саған электронный версиясын жіберемін. Сен маған шығарып болғаннан кейін суретке түсіріп жібересің, жақсы ма? Қара, біріншісінде А квадрат азайту 49 дейді. 49 бізде А квадрат азайту 49 деген 7-нің квадраты. Демек сен бұны жаза аласың. А азайту 7, А қосылған 7 деп. Түсінді ма? Мысалға мына жақта 289 делік. Демек n квадрат азайту 289 деген ол бізде 17-нің квадраты. Демек сенің шығады есебің n азайту 17 және n қосылған 17 болып. Түсінді ма? Есептің соңы осы. Енді бұл бізге не үшін керек десеңдер, кейін қысқартқан кезде, есеп шығарған кезде керек болады.
басында біздің есебіміз осындай жеңіл болады. Жақсы, қара, мысалға мына жерде 4х квадрат дейді. 4 дегенің сенің 2-нің квадраты, иә? Яғни 2х-тің квадраты азайту 25 деген 5-нің квадраты. Демек сен жазуың керек 2х азайту 5 және 2х қосылған 5. Бұл бізде қоңырау. Мынаны жазып көрейік. 16 деген бізде 4-тің квадраты. Яғни 4 және r-дің квадраты деп тұр ғой. 4r-дің квадраты. Бізде мына квадрат болған кезде бірінші тоқсанда білесіңдер, мына квадрат 4-ке де тиісті, r-ға да тиісті. Азайту енді 25 деген 5-тің квадраты. Сонда сен жазасың 4r минус 5 мына r және 4r плюс 5 деп жазасың. Түсінікті ғой, қысқаша көбейту формуласы. Енді мен саған тағы да бір қазір есеп көрсетіп жіберейін. Бізде есеп былай тұруы мүмкін. Бізге наоборот тұруы мүмкін уже. Мен мына жақтан ашып жіберейін. Былай істейін. Бір минут, иә? Мысалы, кез келген мынаны ала салайын. Мына жерден қарайық. Мысалға 27-сін қарайықшы. 27-сі. Мысалы 11х қосылған 3y деп тұр. Және 11х азайтылған 3y деп тұр ғой. Енді қосу мен азайтудың орын ауыстырған ештеңе етпейді. Демек сенде 11х-тің квадраты және 3y-тің квадраты деп міндетті түрде жақшаға аласың. Егер сен жақшаға алмай бүйтіп қоятын болсаң, онда мына квадрат құрғана x-тікі сияқты болып қалады. Ал саған керегі 11-дің де квадраты болу керек қой. Сонда сенде енді жазасың 11-дің квадраты бізде 121 және де x-тің квадраты. Мына квадрат мынаған да тиісті, мынаған да тиісті. Түсінікті ме? Мына квадраттың өзі мынаған да тиісті, мынаған да тиісті. Демек азайту 9y-тің квадраты болады. Тағы бір есеп көрсетейін. Мысалға мына жерден 30 алайын да, бірақ сәл өзгертейін. Мысалға y қосылған 6x болсын, ал мынау 6x азайтылған y болсын делік. Мен мынаны өшіріп тастайын, артығын. Тең. Енді қара, мына жерде бірінші y тұр, мына жерде бірінші 6x тұр. Мына жерде 6x екінші тұр, мына жерде y бірінші тұр. Қайсыған қараймыз? Біздерде мысалға a қосылған b менен b қосылған a екеуінің разницасы жоқ. Яғни мен мынаны 6x қосылған y деп өзгертіп жаза аламын. Бізде енді мысалға 2 қосу 3 тең 5, 3 қосу 2 тең 5 қой, екеуі бір нәрсе ғой. Сол сияқты 6 қосылған y деп ауыстырып алып тұрып жаза аламын. Түсінікті ғой? Сонда біздің жауабымыз шығады. Яғни сен мынау азайтуында қайсы бірінші тұр, соған қарайсың. Демек сенің 6x-тің квадраты азайту y-тің квадраты болады. 6 бізде 36, x-тің квадраты және қасында y-тің квадраты тұрады. Есеп түсінікті ғой? Мен саған есепті электронный вариантын жіберем. Сен маған ертең кешке дейін барлығын орындап жібер, жарай ма?